Сәлем достар, сіздермен бірге кино айтушы. Бүгін мен сіздерге 2016 жылы шыққан «Поздний цветок» атты комедия-мелодрамалық фильмнің қысқаша сюжетін түсіндіріп беретін боламын. 27 жасқа дейін қыздарға жоламаған жігіт 27-ге тола салысымен қызғымар болып алды. Фильм Питер есімді жігіттен басталады. Оның жасы 27-те және ол сексопатолог болып жұмыс істейді. Оның негізгі мақсаты жыныстық қатынасқа құмар адамдарды емдеу. Бүгін ол өз терапиясын жас сымбатты қызбен өткізуде. Алайда ана қыз кенеттен оны еліктіре бастайды, жақындасуды ұсынады. Алайда Питерді бұндай дүниелер мүлдем қызықтырмайды. Ол оның орнына оған өзі жазған кітапты берді. Кітап өз сезімдерін қалай басқару туралы мәліметтер жазылған. Питер интимге мүлдем қарсы, өзінің айтуынша оның ешқандай бұндай дүниеге ынтасы болмаған. Осыдан кейін біз Питердің үйінде достарымен бірге көреміз. Олардың сөздеріне қарап, біз олардың Питерге мүлдем ұқсамайтынын түсінеміз. Питер достарына кету керек екенін айтады. Себебі оны Мишель атты ұнатып жүрген қызы үйіне шақырған. Мишельдің үйіне вино бутылкасымен келеді және онда Шарлиді кездестіреді. Шарли болса Мишельдің жігіті екен. Алайда оның іс-әрекетіне қарап біз Шарлиді тек өз істері ғана қызықтыратынын түсінеміз. Отырыстан кейін Питер ата-анасының үйіне қарай жол тартты. Біз осы жерде әкесінің Питердің қыздармен жақындаспайтынына уайымдап жүргенін білеміз. Питер бұдан қорқатын ештеңе жоқ екенін ата-анасына түсіндіріп жатыр. Алайда оның өзі қыздармен неге жақындасқысы келмейтінін білмейді. Ертесіне Питер өзінің кітабының өте танымал болғанын білді. Оған бастығы хабарласып танымал радиошоуға шақырылғанын жариялайды. Кешке үйіне оралып келе жатқанда Шарлиді кездестіріп қалады. Сөйтсе ол Мишельмен айырылысып кетіпті. Себебі Шарли әрдайым өз жұмыстарына әуре болып, қызға дұрыс уақыт бөлмеген. Мишель қарым-қатынасты тоқтатайық деп шешкен. Шарли кеткесін Мишельдің үйіне барады. Қыздың қайғылы жүзін көріп оны құшақтайды. Осылай екеуі бір-бірімен сыр бөлісе бастайды. Сөйтсе, Мишель бас аспазшы болуды армандайды екен. Питер болса қыздың бұл мақсатын қолдайтынын көрсетеді. Питердің сөздеріне риза болған Мишель оны сүйіп алады. Алайда Питер қызды ұнатқанына қарамастан онымен жақындасқысы келмейді. Осы кезде басының ауырғанын сезініп, Мишельді жалғыз қалдырып кетіп қалады. Келесі күні екі досы Питерді баскетбол ойнауға бірге алып кетеді. Ойын барысында Питер төменгі мүше жағына соққы алып, сол жерде есінен танып қалады. Достар оны дереу ауруханаға алып барады. Дәрігер оның денесін толық тексеруден өткізеді. Ешқандай мәселе жоқ екенін көріп, Питердің жыныстық мүшесін тексеріп көреді. Сөйтсе, Питердің жыныстық мүшесі шамадан тыс кішкентай екен. Осының салдарынан Питерді қыздарға жақындау ынтасы мүлдем болмаған. Келесі күні тағы да тексеруден өткізіп, Питердің денесінде ісік бар екенін анықтапты. Осы ісік әрдайым оның гипофизін қысып, тестостерон гормондарының пайда болуына кедергі жасап отырыпты. Осының салдарынан Питер жыныстық жетілмеген. Дәрігерлер Питерге ісікті операция арқылы алып тастау керек екенін түсіндіреді. Осылай Питердің операциясы сәтті өтті. Барлығы оны жаңа өмірімен құттықтай бастайды. Осылай операциядан кейін ата-анасының үйіне барды, тезірек сауығып кету үшін. Питер болса, жасөспірім балдар секілді эротикалық журналдарды қарай бастады. Келесі күні Питер оянып төменге түсті. Питерді көрген кезде ата-анасы қуаныштан мәз бола бастапты. Сөйтсе, Питердің бірінші эрекциясы орын алыпты. Демек, бұл Питердің жыныстық жетілгенін білдіреді. Питердің өзі де бұған қуанышты болып жаңа өміріне дайындала бастады. Үйіне барса, Люктің өзі үшін қыз алып келгенін көреді. Ашуланып досына тезірек кет деп айқайлай бастайды. Алайда кенеттен Питердің жыныстық мүшесінде бірдеңе болғандай болды. Дереу жуынатын бөлмеге барып, өз-өзін ұстай алмай, сол жерде өз-өзін қанағаттандырады. Бір күні ол Мишельді кездестіріп қалды. Қыз тамақ дайындау конкурсына қатысып жатқанын, егер жеңіске жетсе, Лос-Анджелестегі мейрамханадан шақырту алатынын айтады. Осылай одан бас аспазшы болу мүмкіндігі пайда болады. Сонымен қатар, осы аптада Мишельге Лос-Анджелеске кету керек. Бұны естіген Питер мұңайып қалды. Осыдан кейін өзінің жұмыс орнына қарай барады. Пациенттің айтып отырған әңгімесінен кейін кенеттен қызға деген құмары арта бастайды. Өзін ыңғайсыз сезінген Питер дереу дәрігерге барып, одан кеңес сұрай бастайды. Дәрігер болса, сенің жыныстық жетілуің 10 жыл алдын өту керек екен. Уақыты кеш болған салдарынан енді барлығының жылдам өтетінін айтып түсіндіреді. Сонымен қатар бұл процесс барысында жанама әсерлері болатынын айтады. Мысалы, бастың айналуы немесе қызбен жақындасуға деген ынтаның артып кетуі, дауыстың кенеттен өзгеріп кетуі деген сияқты мәселелер. Алайда дәрігер бұған уайымдаудың қажеттілігі жоқ екенін айтады. Сол күні Питер Мишельмен сөйлеседі. Алайда Мишель басқа бір жігіт жайында айтып қоймайды. Бұны естіп Питер қызғана бастайды. Келесі күні Питер радиошоуға сұхбат беруге барады. Алайда кенеттен дауысының өзгеріп кетуі салдарынан сұхбатты тезірек кетуге мәжбүр.
Келесі күні ата-анасына барып өзіне пайда болып жүрген мәселелер жайында айтады. Ата-анасы оған бұның барлығы дұрыс екенін айтып түсіндіре бастағанда, Питер жасөспірім бала құсап олармен салғыласа бастады. Питер кеткесін әкесі баласының бұл ісіне мұңаюдың орнына қатты қуаныпты. Әйеліне бұл сәтті 15 жыл бойы күткенін айтады. Кешке Питер тағы да Мишельмен бейне қоңырау арқылы сөйлеседі. Қыз тағы да әлгі жігіт туралы айта бастағанда Питер өз ашуын баса алмай ноутбукты өшіріп қояды. Келесі күні Питер өзінің достарын кездестіреді. Бір досы оған балама қарай тұршы деп өтінеді. Себебі әйелмен үйленген тойлайтын күн екен. Питер өз келісімін береді. Осылай Питер болса ақырында қыздармен жақындаса бастады. Бір көршісі оған қыздармен сайт арқылы таныстай деп кеңес береді. Осылай ол қыздармен тәжірибе жинау үшін және Мишельді таңғалдыру үшін таныса бастайды. Ол танысқан қыздармен әрқайсымен жақындасады. Бір күні үйіне қайтып бара жатқанда Шарлиді Мишельдің үйінің қасынан көреді. Сөйтсе ол Мишельден кешірім сұрау үшін келіпті. Питер болса уайымдаудың қажеті жоқ екенін, гүлді өзі сыйлайтынын айтады. Шарли болса оған сеніп кетіп қалады. Сол түні үйіне оралған Мишель гүлдерін көріп Питерге рахмет айтады. Ал Питер болса бұл гүлдерді Мишельге сыйлағанын жасырайын деп шешеді. Осы кезде Питер қызды кездесуге шақырады. Мишель көп ойланбай өз келісімін береді. Бұл олардың алғашқы кездесуі еді. Сондықтан да Питер жақсы киімін таңдап алды. Кенеттен оның досы қоңырау шалып баласына қарау үшін үйіне келу керек екенін ескертеді. Ал Питер болса бұл өтінішін ұмытып кетіпті. Питер балаға қарай алмайтынын, кездесуге баратынын айтады. Питер Мишельмен бірге қымбат мейрамханаға барады. Қыздың таңғалысында шек жоқ. Себебі мұндай мейрамханада орын алу әрдайым қиын. Питер өзін мақтаншақ жас бала секілді көрсете бастады. Мишельге бұл мінезі ұнамағанымен мән бермейін деп шешеді. Осы кезде кенеттен оның досы мен әйелі келеді. Сөйтсе бұл орынды оның досы тапсырыс берген екен. Ал досы болса досының тапсырыс берген орнын ұрлап алған. Питер досы баласына қарайтын ешкім болмағасын келмейтін шығар деп ойлаған. Алайда балаға қарау үшін екінші досы келіпті. Досы Питерге ұрса бастайды. Сен тек өзіңді ойлайтын эгоистсің деп. Бұндай ұятқа шыдай алмаған Мишель кетейін деп шешеді. Питер оны тоқтатуға тырысты. Мишель болса Шарлиден хат алғанын және гүлді Шарли сыйлағанын білетінін айтып кетіп қалады. Келесі күні біз Питерді өз офисінде көреміз. Алдында отырған пациент оған өзінің эротикалық фантазияларын айта бастайды. Өз-өзін ұстай алмаған Питер шалбарын шеше бастағанда мұны бастығы көріп қояды. Арада бірнеше уақыт өтті, ал Питерде болса өз-өзін ұстаумен үлкен мәселелер бар. Өзіне деген сенімі түсіп, әкесіне барады. Әкесіне қиындықтарын айтып, ақылын сұрайды. Әкесі болса бұның жаман нәрсе емес екенін, тек нағыз еркектің басынан өтетін нәрселер екенін айта бастады. Ал Питер болса халық алдында сөйлегенде не айтайын деп өз сұрағын қояды. Бұған әкесі жүрегің не қаласа соны айт деп жауап береді. Келесі күні Питер барлығына өзі жазған кітаптың қоқыс екенін жариялайды. Сонымен қатар бұндай сезімдер соңғы 15 жыл бойы сезінбегенін, ал қазір сезіне алатынымен бөліседі. Питердің сөзінен кейін барлығы орнынан тұрып оған қол шапалақтай бастайды. Осыдан кейін Питер өз досына барып одан кешірім сұрайды. Ал досы болса Мишельге барып бар шындықты мойында деп кеңес береді. Осылай ол Мишельдің мейрамханасына барады. Сөйтсе онда Шарли бар екен. Питер барлығында өзінде пайда болған ісік жайында және жыныстық жетілу жайында, басынан өткен қиындықтар жайында айтады. Барлық оқиғаны тыңдап болған Мишель Питерді аяп кетеді. Сөйтіп Шарлимен айырылысып Питермен жұрттың көзінше сүйіседі. Соңғы сценада Мишельдің аяғы ауыр екенін көреміз, ал Питер болса жас балдарға жыныстық жетілу жайында терапия өткізіп жатыр. Егер осындай видеоларды жиі көргіңіз келсе, каналға жазылып лайк басуды ұмытпаңыз және қоңыраушаны қосып қойыңыз. Бұл сіздердің бізге көрсеткен қолдауларыңыз. Сіздермен бірге болған кино айтушы.